Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Гүл ханымның ерекше дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ортасын осылай шұңқырлап алып, жұмыртқа мен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен суын құямыз. Суымыз міндетті түрде ыстықтау болғаны дұрыс. Себебі біздің қамырымыздың әдемі иленіп шығуы осы судың температурасына байланысты болады. Сондықтан да суымыз біздің ыстықтау болғаны дұрыс болады. Енді қолымызбен қамырымызды осылай жақсылап илейміз. Илеп болғаннан соң бетін 10 минутқа жауып қамырымызды тындырамыз. 10 минуттан соң қамырымызды тағда бір қайтара илейміз. Сол кезде қамырымыз біздің өте әдемі болып шығады. Тағда бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған етке асқабағымызды осылай майдалап турап аламыз. Және пиязымызды да майдалап турап алып, үстіне тұзбен бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды, енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды осылай ұн себе отыра, оқтаудың екі шетін баса отыра қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды басында осылай оқтаудың көмегімен дөңгелек формаға жаймендеп келтіріп алсаңыздар, кейін қамырымыз біздің теп-тегіс және дөп-дөңгелек болып әдемі болып жайылатын болады. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымыздың теп-тегіс және дөп-дөңгелек болып шығуы басында осы қамырды жайғаннан болады. Егер қамырды біз осылай оқтаудың тек екі шетінен баса отыра және бар күшімізді салмаймыз, тек екі шетін баса отыра қамырымызды тоқтатпастан осылай айналдырып жаямыз. Сол кезде біздің қамырымыз теп-тегіс әрі дөп-дөңгелек жұп-жұқа болып жайылатын болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Міне жұп-жұқа әдемі болып жайылып шықты. Енді қамырымыздың ортасын осындай бөліктерге бөліп аламыз. Және тағы да ортасынан тағы да осындай ұзынша бөліктерге бөліп шығамыз. Енді қамырымыздың араларын осылай барлық жерлерін майлап шығамыз және ортасына салмамызды салатын боламыз. Ортасына осылай дәл видеодағыдай салып шығамыз. Енді гүлдің формасын келтіретін боламыз. Жоғар жағынан әр шетінен осылай басып шығамыз және екі шетін міндетті түрде осылай біріктіреміз. Ең шетін осылай төменгі жаққа қарай біріктіріп, гүлдің формасын келтіретін боламыз. Барлығын ыдысқа салып, бетін майлап, 30-40 минутқа салып, парда пісіріп аламыз. Осымен біздің гүл қанымыз дайын. Достар, егерде рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Кез келген мерекелік дастарханға, қонақтарға өте керемет ұсынылатын тағамның түрі міндетті түрде дайындап көріңіздер.